Бәріне сәлем достар, сендермен бірге мен Ташер ТВ. Мен видеомды матрешкалар қалай чистить қою керек екенін үйретемін. Видеоны лайк басамыз, комментарий жазамыз, каналға тіркелеміз. Біз осылық видеомызды бастаймыз. Ең алдымен матрешка берер алдында қазір мен бір жерге отырайын. Матрешка берер алдында сіздер ататын кнопканы кіші төменірек қойған дұрыс. Себебі матрешканы көтергенде, мысалы сіз жоғары жаққа қойсаңыз, матрешка көтергенде матрешка басқа тимейді. Себебі оған беретін орын жетпейді. Сондықтан оны төменірек қойған дұрыс. Ал екіншісі өзім чувствительностьті көрсетемін. Ол чувствительность көбінесе барлығында іске асады. Тектерді міне обзор 91, 97, міне 99, 100. 8x прицелді, енді ол маңызды емес әрине. Оны өздеріңіз білесіз, қалай қойсаңыздар. Осы обзор мен коллиматор ең маңыздысы деп ойлаймын өзімнің ойымша. Осылай жасағаныңыз дұрыс. Қазір мен оны тексеремін. Қазір тексеріп көрейін, оны адамды болайын. Кіші алысырақ жерден жақсартып бармай қалды матрешка бұл жерде. Қазір міне первый матрешка кетті. Қазір екінші матрешка. Міне матрешкалар беріледі, жақсы беріледі достар. Осындай сіздердің жасағаныңыз дұрыс. Осымен видеомды аяқтаймын. Сендермен болған мен Ташер ТВ. Қош сау болыңыздар.